Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз. Отыра беріңдер. Жақсы балалар. Ендеше Мұрат Мөңкеұлы туралы өткен сабақта біз танысқанбыз, иә? Бұл сабақ бізде қайталау сабағы. Сол себепті біз Мұрат Мөңкеұлының үш қиян толғауын бүгін талдаймыз. Үш қиян толғауы шоқтығы биік құнды шығарма деген тақырып. Мұрат Мөңкеұлы қай жылы дүниеге келді? 1843 және 1960 жылы дүниеден өтті. Жақсы балалар. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына келдік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бағалау және саралау. Қанеке оқып шығайықшы? Шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылықтарын бағалау. Жақсы. Ендеше бүгін сабағымыздың соңында осы мақсатқа жетеміз бе? Жоқ па? Соны білетін боламыз. Ал ендеше балалар, сендерге мен қазір алдарыңа адасқан әріптерді беремін. Осы әріптер арқылы жылдам идеясы ашайық, және де осы берілген тақырып арқылы, сөздер арқылы сендер топтың атын шығарасыңдар балалар. Адасқан әріптерді біріктіріп құрастырамыз. Тауып жатырмыз ба балалар? Қай топ болды екен? Қанеке? Жақсы. Бірінші топ болды. Көтереміз, болған топтарымыз қолдарымызды тез көтереміз. Және адасқан әріптермен қандай сөздер құрастырып тез көтере қойдық? Қазір айтамыз. Бұл топта қандай сөз шықты? Еділ бойы деген сөз шығыпты. Келесі топ. Келесі қай топ болды екен? Жақсы. Қандай сөз шықты? Жайықтың бойы. Жақсы. Келесі? Маңғыстау бойы. Жақсы балалар. Ендеше біздің тақырыбымыздың идеясы не нәрсе екен балалар? Үш қиян деген не екен? Еділ бойы, жайықтың бойы және Маңғыстау бойы. Жақсы балалар. Әрқайсылары өздерінің топтарының атын осылай анықтап алдық, иә? Мына топ қай топ? Еділдің бойы. Екінші топ бізде Маңғыстау бойы. Үшінші топ бізде жайықтың бойы. Жақсы балалар. Енді қараймыз балалар. Біз тобымызды анықтап алдық, иә? Бұл үш жерді сендер географиялық тұрғыда жақсы білесіңдер, иә? Қазақстанның картасында бұл жер қай жерде орналасқан? Жақсы, кім айтады? Әрқайсыларың өздерінің жаңағы адасқан әріптерінде Қазақстанның картасы орналасқан жеріне айта ғой, шығар. Орналасқан жеріне жаздыра қойды. Яғни қай жерде екен? Солтүстік Қазақстан ойды қазіргі қай жер ол? Қай өзен? Ертіс өзен.
Жақсы, жасамай. Дұрыс. Келесі топ. Иә. Ол қайсың? Шығыс Европада. Жақсы. Келесі. Диас. Бұл жер қай жермен шектесілді? Немен? Иә, Каспий теңізімен. Мінекей балалар. Қараңдаршы, Мұрат Мөңкеұлының үш қиян өлеңіндегі негізгі үш қиян қай жер екен? Маңғыстау бойы, Жайық бойы, Еділ бойы. түсінікті ме? Үш қиян. Енді осы үш қиян бойынша Мұрат Мөңкеұлының осы толғауымен басқа толғауларды салыстыра отырып, қазір талдау жасаймыз, иә? Бойынша Еділдің бойы, Маңғыстау бойы, Жайықтың бойы үш топ. Әр берілген тапсырма бойынша жауап бергендеріне сай мен сендерді эмоциямен несемін бағалап отырамын. Келістік па? Жақсы. Ендеше бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма бізде талқылау сұрақтары. Кім бірінші жауап береді? Айғайламаймыз, шуламаймыз, тек қана не істейміз? Қолымызды көтереміз. Қай топ бірінші қол көтереді? Сол топ бірінші жауап береді. Орындап отырып айтқан жауап есептелінбейді. Келістік па? Жақсы тапсырма. Талқылауға арналған сұрақтар. Бірінші сұрақ бізде толғаудан не баяндалады? Мұрат Мөңкеұлының үш қиян толғауында не баяндалады? Дана? Қазақстанның үш жерін тартып алса, Қазақстанда не болушы еді? Сол баяндалады. Сол туралы айтқан, иә? Жақсы. Маңғыстау тобына біріне, қазір ең соңында қорытындылап әр топты бағалаймыз, жарай ма? Келесі, өлең жолдарында ұрпағына не аманат етті? Ал арман айтамыз? Өлең жолдарында ұрпағына жерді, көлді, өзенді аманат еткен. Жақсы. Дұрыс жауап. Келесі, аманат сөзінің мағынасын қалай түсінеміз? Аманат сөзінің мағынасы? Аманат сөзінің мағынасы ол бір затты немесе бір жерді адамға сенім тапсыру. Иә, дұрыс айтады. Қазақта балалар қандай сөз бар балалар? Аманатқа қиянат жасамау. Дұрыс айтасың, аманатқа қиянат жасауға болмайды деген, иә? Жақсы. Төртінші сұрақ, ақынның арманы не? Аида? Ақынның арманы бұл Еділ, Жайық, Маңғыстау жерлерін өзінің ұрпағына қалдыру. Дұрыс айтады. Жақсы. Жауаптар маған жақсы ұнады. Әр топқа мен бір смайлик беремін. Яғни барлықтарын естідіңдер балалар. Бірінші сатыда баспалдақтан өттіңдер деген сөз. Маңғыстау бойы тобына және Жайықтың бойы тобына бір сатыдан алға жылжыңдар. Келесі. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі айдың жазамыз балалар. Қарашаның 23-і. Қарашаның 23-і. Бүгінгі тақырып Мұрат Мөңкеұлы шоқтығы биыл құнды шығарма. Жақсы. Барлығымыз кітаптың 54-ші бетін ашайық. 54-ші бетті ашамыз. 54-ші бетте 9-шы тапсырманы орындаймыз. Кестеде не берілген бізде балалар? Қазтуған жырларының тақырыбымен идеясы және Мұрат Мөңкеұлының шығармаларының тақырыбымен идеясы. Ал кеттік. Мен сендерге Қазтуғанның қонысымен қоштасуы өлеңін алдарына беріп тұрмын.
Иә. Астана жырының негізгі идеясы осы аталған үш елдің қоштасуы. Біздің елдің және жайық елмен қымбат қоштасуы туралы айтылған. Жақсы. Келесі қайта айтам дейді. Жақсы айта ғой. Қазтуған жырларын тақырыбы емес, ол үш қиямен қоштасуы болып табылады. Мұрат Мөңкеұлының шығармасының тақырыбы үш ұлболды қалған қалу. Жақсы. Келесі маңызды. Егер біз Қазтуған жыраудың қоштасуы тақырыбы. Егер бізден бір жерді алса, ол кезде бізден бірдеңені тартып алады. Мысалы, егер Еділді алса, бізден елді алады. Жайықты алса, жерді алады. Жақсы. Барлық жауап жаз. Осы үш топтың жауабына Еділдің бойы және Жайықтың бойына бір саты көтерілді деп ойлаймын. Және соларға беріледі. Келесі біздің тапсырма, үшінші тапсырма болды. Қазір үш тағандық тұтастық өлең жолдарын негізге ала отырып, бүгінгі маңызды мәселені тарқатамыз. Яғни біз жаңа үш қиян өлеңге Еділ, Жайық, Ойыл деген үш өзенді өттік. Сол жерлер бойынша, егер осы жерлерден біз айырылып қалсақ, қандай жағдайға түсер едік? Ал жаза қоямыз. Бұл жерлерден айырылсақ, не болады егер? Жазғандарыңды бір оқушы шығып, сол айырып алады. Жақсы балалар, жауап беріп болды ма? Жақсы, бірінші топ, Еділдің бойы. Кел ауылда. Еділді тартып алатын болса, біз ең бірінші егін шаруашылығынан айырыламыз. Екіншіден біз мал шаруашылығынан айырыламыз. Себебі Еділде суы мол жер. Келесі біз қоныстайтын жеріміз болмайды. Жақсы. Келесі топ. Сол Еділ. Келесі топ. Егер жайықтан айырылсақ, егістік нашарлайды. Қазақ халқы қоныстан айырылады, құтты жерден айырылады. Жақсы, өте жақсы жазған. Яғни бұл жер қандай жер екен? Егістікке өте жайлы, қолайлы жер. Үшінші қай жер? Ойыл. Маңғыстау. Жақсы. Егер бізден ойылды тартып алса, біздің ойымызды бірге тартып алады. Сондықтан біз осы жерді қорғауымыз керек. Және Маңғыстау бұл мал шаруашылығына жайлы жер. Жақсы, өте жақсы. Яғни бізде Жайық, егін шаруашылығына жақсы болса, Маңғыстау мал шаруашылығына өте қолайлы жер екен. Жақсы балалар, жауаптарың бойынша әр топқа бір сатыға көтерілдіңдер деп есептеймін. Үш топтың да жауабы өте жақсы берілді.
тапсырма бізде толғаудан көркемдегіш құралды табу. Қанекей бірінші топқа теңеу, екінші топқа эпитет, үшінші топқа перифраз. Жақсы балалар, дайынбыз ба? Өлең жолдарында әр берілген көркемдегіш құрал бойынша бірінші ережесін, мысалын, сосын дәлел келтіресіздер өлеңмен, жақсы ма? Ал қай топ бірінші айтасыз? Маңғыстау түлек. Ережесі заттың ерекше қасиеті бәрі бор емес, жоқ. Жақсы, иә. Мысал, ақ борықтай иілген. Мұрат Нүкеұлының 3 қияр шығармасында 31-ші тарауында жүреді. Жақсы. Бізде эпитет, иә, балалар? Эпитет. Қандай тегеуі? Бұл теңеу, иә, балалар? Бұл теңеу. Тағы эпитет, тағы қандай жер? Борықтай, дұрыс. Бұл да теңеу әрі эпитетқа жазуға болады. Жақсы, келесі. Перифраз, иә, бұл топтар. Ережесі затты тура айтпау, Бұрмалы айту, мысалы. мысалы, ащы суды бұл жерде ішімдік деп Жақсы, өлеңге берілген ащы су деген сөз перифраз өте дұрыс айтылады. Жақсы балалар, бұл жауаптарыңа да әр топқа бір сатыға көтерілді деп есептейміз. Келесі тапсырма. 3 қиян өлеңін қорытынды жасаймыз. 5 және 1 әдісі арқылы 5 тақырыпқа байланысты 5 сөйлем және әрбір 5 сөйлемнен бір сөз, әрбір 5 сөзден ортақ бір тірек сөз аламыз. Сонда біздің бүгінгі тақырыбымыз өз мәресіне жетеді деген сөз. Қорытындылаймыз деген сөз. Осы сөзбен. Бір сөз. Жақсы. Ал ендігі бойы. Қандай сөз Арман? Екі намыс. Намыс өте дұрыс айтылған. Намыс деген сөз, иә? Келесі. Саяна. Қорғау. Жақсы, келесі жақсы ғой. Келесі. Атамекен. Мәмеде жақсы. Саяна шауы. Берілмеу. Келесі. Туған жер. Тағы. Яшау. 3 қиян дейді. Өте дұрыс айтылған. 3 қиян. Марина шауы. Аида. Қоныс. Жақсы балалар, осымен біз бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына келейікші, қанекей. Не нәрсе болды оқу мақсатымыз? Басқа шығармалармен 3 қиян шығармасының идеясы мен тақырыбын салыстыру. Иә балалар? Біз өз мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз ба? Иә. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.